Ассаламу алейкум. Hyundai Sonata таза газбен, проблема болт сынған блокта. Болтты фиксатор избаға отырғызған. Енді мына жердегі болты қанды ішіп болды. Мына фиксатор да сынып қалған, енді ол шықпай тұр енді. Енді бір тәсіл бар, метод. Сонымен көреміз енді. Негізінде резиновый перчатка киіп алу керек еді. Мынау кислота, азотный кислотаны құям енді мынаған. Не болса ол болсын. Ұзындығы где-то мынандай ұзындықта сынған ғой, міне мынандай ұзындықта сынған. Білмеймін, 5 сантиметр бар ма, сондай резьба. Түбінде қалып кеткен. Соны көреміз қазір. Шлемге орнатайын мынаны. Шлемге. Абайлаңдар. Кислота тиіп кетіп жүрмесін. Көреміз енді не болатын. Қазір очки киіп алайын. Бірақ резиновый перчатка алып келу керек еді үйден. Үй мына 2 метр, 3 метр жерде тұр. Бірақ біз қазақ ерінше қызық. Ерініп тұр соған баруға. Қартаның бір анандай резиновый перчаткалар бар еді. Ома шешең жақсы баласы. Шешең жақсы баласы. Бисмилля, кеттік онса. Көреміз енді. Бұл кислотаны қыраламыз енді. Шешең жақсы баласын. Короче, міне осыншама алдым. Екі нәрсе көп. Осыны 1-2 сағат құйып қоямыз енді. Не болса ол болсын. Міне кетті уже процесс. Бұл андай бір түтін шыққандай кетеді бұда шешем. Тағы толтырып қояйыншы осылай тұрсын шешем. Әбден қанды ішті болмашы. Боқтамайын десең де боқтап тұрғызып отыр адамды. Шешең жақсы баласы. Ойлап тапқан адам. Істейсіңдер ма, долговечный мотор істемейсіңдер ма? Жәндегінде біреу комментарий жазыпты. Немемен шаталыстырма, стаканмен гидрокомпенсаторды. Гидрокомпенсаторды мен өзім гидрокомпенсаторды мотор айдеймін ғой. BMW-спін ғой, таза. Бұл жерде гидрокомпенсатор бұларда жоқ қой. Қанша гидрокомпенсатор системамен шаталыстырма. Бұл японецтар мына что-то кислотаны шамасы келмей жатыр ма? Негізі түтіндеу керек еді. Не өйтіп қалған? Сол айтарым, японецтар гидрокомпенсатор почти 90% машиналарында гидрокомпенсатор болмаған. Mitsubishi-де болды, Kronos'те болды уақытша. Toyota'да болды, бірақ 82-83 жылдары болды, 1SV-де болды. Қалғандарында японецтарда гидрокомпенсатор болмады. Және стаканный болды, потом қолмен теңшейтін болды. Ручной регулировка Хондаларда. Сондықтан бұны негізінен қыздыру керек бұны. Қалай қыздырамыз бұны? Фенді күйіп кетті строительный. Пока қойдым, бүгін жұма, пока жұмаға барып келгенше не болатын көремін. Бірақ бұны жылту керек. Қалай жылтамыз? Міне осы азотный кислотаны құйдық. Негізінде бұл андай бір түтіндеген ұсақты түтін шығу керек. Сондықтан осы берде гидрокомпенсаторын әңгіме болып жатқан жоқ. Бұл жерде японец пен кәрістің моторларында кейінгілерінде бар. Бірақ оның өзін өтірік жасаған цеп шынжыр сала бастады. Оның өзі өтірік мотоциклетный цеп салады ГРМ-ға. Сондықтан бұл жерде гидрокомпенсаторын әңгімесін қыстырудың қажет жоқ деп ойлаймын. Неге десең, ол немістерде 90 жылдар толық өтіп кетті олар гидрокомпенсаторға. Японецтардың енді өтті мына кейінгі жылдары. Бірақ соның өзінде де проблема болып жатыр оларда. Неге десең, өзімде 2GR-де мотор жасаған кезінде 2GR-де білсеңдер, Camry 40 3/5 виска муфтасы. Виска муфта деппін немеді? Вивитяй муфтасы. 3 болты босап кеткен, сынып кеткен, короче. Сонымен распредвал тоқтап қалғанда шынжыр ГРМ
газды бөліп беретін қозғалтқыш айландырған. Сонымен клапандарын бытырлатып майыстырған. Одан кейін жаңа дегендей роликтерін сындырып тастаған. Гидрокомпенсаторлар сау, бірақ жаңа роликтер шашылған, клапандар майысқан. Сондықтан олар жөн істей алмайды деп ойлаймын. Істегеннің өзінде де көңіл толмайды былай айтқанда. Қазір японецтардың, жапон халықтардың гидрокомпенсаторға өткені, шынжырға өткені, газды бөліп беретін қозғалғыш көңілге толмайды. Немістер енді олар істейді, істесе жақсы істейді. Болмаса вообще істемейді. Мына білмеймін, енді құйып қойдық, енді көреміз. Бұрқылдап атқан ештеңкесі жоқ. Кислота қолға тиіп кетіп жүрміз, денелерің тиіп кетпесін, күйтіп тастайды. Құйып қойдым, енді пока жұмадан кейін бір көреміз енді. Бірақ кішкене бұрқыл болып жатыр. Басқа мал жоқ. Енді мынандай сыңғы болтты қалай шығарасын? Бұлай бұрғыладық. Мына бұрғылағышпен, дрельмен. Мынандай ұзындықта болып тұрған міне. Мынандай ұзындықта, мына білмеймін, қазір штангелмен өлшеп көрейікші. Или линейка бар ма? Енді қазір көреміз өлшеп. Қанша сынып қалған түбінде. Қазір көреміз. Кішкене бұрқ кетіп жатыр, бірақ кішкене жылту керек. Ар жағынан жылтырамыз ба, бір бәлемен. Фен болғанда дұрыс болар еді, строительный фен. Қазір жобалап көрейік, точно айтпасақ та. Қазір көрейік. Саған 7,5 сантиметр. 7,5 сантиметр сынық мына жерде тұр. Біраз бұрғыладым, мен қисық кетіп қалдым. Жанынан бір бұрғыладым, 4-5 миллиметрлік ба. Одан кейін тағын жанынан бір бұрғыладым. Екі тесік жасадым да, сөйтіп бұрап шығарам дегенім болмады. Өйткені фиксаторда қатты тұр бұл. Қатты қысылып қалған фиксаторда. Қандай ақымақ фиксатор отырғызған, оны білмеймін енді. Такски. Сондықтан жаңда гидрокомпенсатордың бұл жерде әңгімесі болып жатқан жоқ жерге қыстырудың қажет жоқ деп өзім ойлаймын. Өйткені бұл жерде гидрокомпенсатор вообще әңгіме ешкім қозғап жатқан жоқ. Жалпы өзім негізінде мінетін моторларымның бәрі сол гидрокомпенсатор, шынжыр, ГРМ. Сондай моторларды мінемін. BMW, Mercedes. Білмеймін, мынау азотный кислота деген азот қышқылы ғой енді. Жан дегендей бір немелерді цветметтерді салған кезінде кәдімгідей бір көк түтін шығып бейтіп, көк түтін ба, сары түтін ба бейтіп шығатын. Адамында ештеңке болып жатқан жоқ. Көреміз не болатын. Осылай құйып қоямыз, күтеміз енді. Азайып кетсе тағын құйып қоямыз. Негізінде алюминді жеуге шамасы жетпеу керек. Бірақ ана шойын деппін ғой, болат қой сталь. Болатты жеу керек. Болатты жеп тастау керек. Мынау енді шойын емес қой. Болат. Бұны жеу керек бұл. Енді біраз жесе де хотя бы мынаның арасына кірсе жұмсарады ғой, мына фиксатор резбыш. Сөйтіп жәндегі мен екі шетін бұрғылап тастадым. Сөйтіп тағын бұрап көреміз енді, босаса. Енді бұл тез арада болатын дүние емес, бұны күту керек осы қойып. Міне осындай да бір тәсіл бар, метод. Көрсеңдер болады.